Яқин KZ Ислам ағарту порталы ұсынады. Ананың ұлы мен қызына айтқан өсиеті. Ұлым, қызым, менің қымбаттыларым, күндердің бір күні менің қартайып, қаусаған кезімді көресіңдер. Сол кезде өтінерім, маған көңіл бөліңдер, және мені түсіну үшін сабырлық танытыңдар. Егер қолымнан жеп отырған асым түсіп кетер болса, өз киімімді өзім кие алмайтын уақыт жеткен кезде, дәл қазір өзім істей алмай отырған істерді сендерге үйреткен күндерді естеріңе алыңдар да, маған сабырлықпен қараңдар. Егер менен жағымсыз иіс сезер болсаңдар, маған ұрыспаңдар. Сендер таза жүрсін деп барымды салған күндерді естеріңе түсіріңдер. Егер мен ақылға қонғысыз амал жасар болсам, маған күлмеңдер. Керісінше менің ақылым, көзім болып, маған көмектесіңдер. Мен сендерге қалай өмір сүру керектігін үйреткен болсам, сендер маған ненің дұрыс, бұрыстығын қалайша үйретпексіңдер. Мен сендерге есеп күні жайлы хабар бердім. Менімен әңгімелескен кезде менің жай сөйлеуімнен жалықпаңдар. Ойлау қабілетімнің баяулығынан шаршамаңдар. Әрі есте сақтау қабілетімнің төмендігі сендердің ашуларыңа тимесін. Себебі қазіргі менің бақытым сендердің жандарыңда болып, сендермен әңгімелесуде емес пе? Егер менің аяқтарымнан күш кетіп, жүрген кезде сүрінер болсам, маған жұмсақтық танытыңдар. Себебі мен, өздерің тәйдей басып жүріп кетпейінше, қолдарыңнан жетелеген едім. Бүгін менің қолымнан ұстауға ұялмаңдар. Ертең өздерің қолдарыңды ұстататын адамды іздейтін боласыңдар. Мен сендер секілді өмір ағысына қарсы жүзіп жатқаным жоқ. Керісінше, мен өмірден өлімге аяқ бастым, әрі оны жеңілгелер деген үмітпен тосудамын. Сондықтан да маған қарсы шықпай, менімен бірге болыңдар. Егер менің қателіктерім естеріңе түсер болса, естеріңде болсын. Мен ешқашанда сендерге жақсылықтан өзге тілерім болмаған. Маған дәл қазір жақсылық жасағыларың келсе, мені кешіріп, кемшіліктерімді асырыңдар. Алла тағала да сендерді кешіріп, кемшіліктеріңді жасыратынын біліңдер. Сендердің жарқын күлкілерің мені бұрынғыдан да артық қуанышқа бөлейді. Мені орталарыңнан шеттетпеңдер. Сендер туылған кезден мен жандарыңда болдым. Мен өлген кезде де менің қасымда болыңдар. Мені аны өмірге шығарып салыңдар.